Баршаңызға қайырлы кеш достар. Сіздермен бүгін шынайы сөйлескім келіп тұр. Соңғы бірнеше жыл менің өмірімде, менің отбасыма оңай жылдар болған жоқ. Әртүрлі өзгерістер болды, бақытты сәттер болды, жақсы, қуанышты жағдайлар болды, өзгерістер болды. Білім алу, тәжірибе алу, бәрі қатармен жүрді. Сол кезде Хани өмірге келді. Мен өзімді толыққанды мама ретінде декретте отырдым. Үйде отырып көрдім. Шыны керек, оның алдында Алиханмен, Аминамен ондай болған жоқ мүлдем. Әрқашанда гастрольдерде, тығыз графикте мен өзімнің балаларымды қалай өсіп жатқанын көрмейтінмін. Осы 3 жыл мен үшін көзімді көп нәрсеге ашты. Осы 3 жылға мен рахмет айтамын. Өйткені кімнің кім екенін көрсетті, кім тек қана Айдана Меденовамен дос болды, кім жай Айданамен араласты, кім уақытша персонаж болды, ал кім действительно менің жанашырларым болды, барлығын көрсетті. Сол үшін мен рахмет айтамын, және де әр адамға, менің өмірімде кездескен адамға, жанымда болған адамдарға барлығына мен рахмет айтамын. Әр адам сабақ, әр адам тәжірибе. Біз Алишер екеуміз барлығын шоу-бизнестен кетіп, барлығын нөлден бастауға тырыстық. Жаңа бағытта, жаңа салаларда көп әңгімелер болды. Бірақ бізден не болатқанын енді ешкім білген жоқ, шыны керек. Жаңа салаларда, өзімізді бағыттарда, бизнестерде көрдік, әлі де көріп жатырмыз. Бір салаларда мүлдем болмаса, бір жерлерде өзімізді таптық, әртүрлі бизнестерде көріп жатырмыз өзімізді. Бұлай да көрдік, бірақ бәрібірде біз өзіміздің орнымызды толықтай сезіне алмадық. Оның себебін қазір айтып кетемін. Қазір түсінгенім себебі Алишердің өзінің серіктестері пайда болды, менің өзімнің серіктестерім пайда болды, новый бизнестерде. Және де біздің ақырындап командамыз жоғала бастады. Біз оның алдында тек қана командамен жұмыс істейтінбіз. Көбісі біле бермейді, бірақ Алишер екеуміз шоу-бизнесте тандем командамен жұмыс істейтінбіз. Сол кезде өте жеңіл, өте сондай жақсы, плодотворный жұмыс болды. Қазір басқа салаларда біз соны жоғалтып алдық. Сол жеңілдікті жоғалтып алдық. Сырт көзге қарағанда барлығы оңай сияқты, Инстаграмда да көрінбейді оның барлығы. Барлық бизнестер жақсы болып жатқан сияқты көрінсе де, оның артында өте көп қиыншылықтар болды. Қазір де бар. Біз шоу-бизнестен кеткеннен кейін Алишер екеуміз немен айналысарымызды білмей қалдық. Шыны керек, өйткені екеуміз де творческий адамбыз, екеуміз де шоу-бизнестің адамымыз. Біреу білет, біреу білмейді. Менің күйеуім өмір бойы творчествоға арнаған өзін. Үлкен концерттерді ұйымдастыратын, үлкен компанияларда продюсер болып жұмыс істеді. Менің продюсерім болды. Барлық біздің жасап жүрген жұмыстарымыздың бәрін бірге жасадық. Көп нәрсені, көп клиптерді кешьюдан кейін, кеткеннен кейінгі барлық менің концерттерімді, барлық туындыларымды бірге жасадық. Бірақ көбісі ойлайды екен, менің күйеуім, мен тұрмысқа шыққаннан кейін маған барлығын запрет қойды деп ойлайды екен. Бірақ оның барлығы өтірік. Шоу-бизнестен кеткеннен кейін біз барлығын жаңадан бастағымыз келді. Новый жаңа салаларда өзімізді көрдік. Неше түрлі болды. Бір салаларда жақсы, бір салаларда қиын. Енді өте қиын екен. Бір мезетте бәрін өзгерту. Солай өзіміздің қиыншылықтарымызды көріп жатқанда параллельно бізге әңгімелер жүрді әртүрлі. Біреулері Алишер Айданаға бәріне запрет қойыпты, пропаганда үшін ақша төленіпті деген сияқты. Неше түрлі жала әңгімелер көп болды, неприятный. Біз сол жерде параллельно өзіміздің қиыншылықтарымызды көріп жаттық. Жаңа салаларда не істерімізді білмей, қай жерге, қандай жұмыспен айналысамыз деп ойланып жүргенде, бірақ ешкімге айтпадық. Біз бір бай туысқандарымыз да жоқ.
бай жанұядан деп те айта алмаймын өзімді. Бәрін солай команда ретінде жұмыс істеп келдік. Бірақ өзіміздің сондай бір ішкі жақта болып жатқан нәрселердің бәрін айта алмадық. Даже достарымыз да білмейді ондай қиыншылықтарымыз болған. Тағы да бір себеп болды. Сол кезде мен әкемді жоғалттым. Шыны керек, сол кезде көп трансформациялар болды, көп ойлар болды. Бұндай жағдай менің өмірімде уже екінші рет. Мен анамды жоғалтқанда, сол кезде де мен 2 жылға әншіліктен кеткем. Сіздер білесіздер, мен Семей қаласында кішкентай кезімнен ән айтып келе жатырмын. Сол кезде анамды жоғалтқанда тоже осындай да примерно жағдай осындай болды. 2 жылға мен әншілікті қоям деп шештім. Бірақ ол кезде мен тіпті өмір бақи енді әншілікке жоламаймын деген шешім қабылдаған болатынмын. Сол үшін де ме білмеймін енді. Сол кезде 3 жыл бұрын әкемді жоғалтқанда да сондай бір ұқсас сезімдер болды. Менің денемде солай реакция берген сияқты. Мен үшін бір какой-то траурный состояние кіріп кеттім. Және де әншілік, сахнада ән айту мен үшін ол бір сондай бір мерекемен ассоциация бар да. Вот. Сол кезде мен өзімді сахнада елестете алмадым. Сол кезде сондай шешімдер қабылданды. Ол хиджабқа ешқандай қатысы жоқ. Мен хиджабты кигенде де өзіме мен осындай сахнадан кетем деген ондай ойлар болған жоқ, негізі. Содан кейін, хиджабты кигеннен кейін, уже өзімді тыңдап, сезімдерімді тыңдап, өзіме сондай шешім қабылдадым. Уақыт өте келе, көп нәрсе болды, көп нәрсе өтілді, әртүрлі жағдайлар болды. Уақыт емші деп айтады ғой. Уақыт та кетті, уақыт өтті, білмеймін енді. Бәрі осылай уақытында болды, мүмкін, біз білмейміз. Әр нәрсе өз уақытында деп ойлаймын. Сондықтан біреу түсінер, біреу түсінбер, менің қазіргі айтып жатқан нәрсемді. Бірақ шындық осы. Мен ол кезде ән айтуды қаламадым. Тек бар уақытты рухани дамуға, өзіме, жанұяма, денсаулығыма арнадым. Бірақ қазір сіздерге айтайын деген нәрсемде мен сахнаға ораламын, өзіме, әндеріме, творчествома. Әрине, барлық концерттерде мүмкін қатыспаймын, өзіме керекті, өзіме келетін форматта, мүмкін ұзақты тойларда, мүмкін бір мемлекеттік концерттерде, өзімнің жанрымда, өзімнің ұнайтын әндерімді, творчествомды жалғастырамын. Сол соңында мен сіздерге өтінішім бар. Ешкімге асығыс шешім шығармаңыздар. Ешкімді тым тез сынамаңыздар. Өйткені ол адамның өмірде қандай қиыншылықтар болып жатқанын ешкім білмейді. Пока біз сол адамның жолмен жүрмейінше ештеңені сезе алмаймыз. Әр адамның өзінің уақыты бар, әр адамның сабағы бар. Әр адамға Аллах сынақтар береді. Сондықтан осылай сіздерге ашып айтқанда, ештеңені айтпағанда да, үндемегенде де мені қолдап, мені түсініп отырған көрермендеріме, тыңдаушыларыма алғысым шексіз. Және де қазір ашып бәрін сіздерге өзімнің шешімімді жариялап жатқанда да біреу түсінер, біреу түсінбер, біреу қолдар, біреу қолдамайды. Сол кезде де мені қолдап, қазір осы экранның артында қолдап отырған, мүмкін біреу қуанып отырған шығар, біреу наоборот. Сіздерге де қазір менің алғысым шексіз. Сол, осы каналда енді мен өзімнің жаңа туындыларымды қоятын боламын. Осы каналда сіздермен кездесетін боламыз.